Сәлем қыздар, бүгін ең оңай дайындалатын муравейник салатын әзірлейтін боламыз. Ең бірінші картошкамызды тазалап, корейский морковқа арналған үккіштен өткіземіз. Жақсылап жуамыз, крахмал кету қажет. Салфеткаға кептіріп, қызып тұрған майға қызарғанша қуырып аламыз. Тауық етін тұз салып, суға пісіруге болады. Мен духовкада пісірдім. Қияр мен қызанақты соломка тәріздес тураймыз. Әр бөлігіне осылай майонез жағып, дәміне қарай тұз сеуіп отырамыз. Помидорымыздың бетіне үккіштен өткен чеснок пен сырды саламыз. Ең үстіңгі бөлігіне осы картофель пайымызды жабамыз. Қыздар, жасап көріңіздер, қонақ келгенде өте тез жасалатын салат. Барлықтарыңызға ас болсын.